Рукколадан ерекше дәмді салат дайындаймыз. Рукколаны ыдысымызға салып, қолымызбен майда бөліктерге бөлеміз. Фета сырымызды не болмаса, брынзамызды төрт-бүрістілеп турап аламыз. Туралған брынзамызды рукколаның үстіне саламыз. Черри помидорымызды ортасынан бөлеміз. Оны да ыдысымызға саламыз. Қайнатылған тауықтың төс етін соломка етіп тураймыз. Туралған тауықтың етін де осы ыдысымызға саламыз. Енді соус дайындаймыз. Ол үшін 2 ас қасық зәйтүн майына 2 ас қасық бальзам уксусын не болмаса бальзам кремін қосамыз. Және де осыған дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка, тұз және де ең соңынан горчица қосамыз. Мен видеода горчица қосуды ұмытып кеткен, бірақ соңынан қостым. Дәміне қарап тесто қосып жіберсеңіз де болады. Барлығын араластырамыз. Дайындаған соусымызды салатымыздың бетіне құйып, барлығын тағы да араластырамыз. Бұл салатқа негізі авокадо қосады, бірақ мен авокадоның дәмін онша ұната бермейтін болғандықтан қоспадым. Ең бетінен кунжутты себеміз. Біздің оңай жасалатын және қол жетімді заттардан тұратын салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыз. Келесі видеода жолыққанша.